Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода 4 жылда бір артық күн келетін КБС жылы туралы айтатын боламын. КБС жылы қазаққа ауыр ма, КБС жылдары қандай оқиғалар болады, осының барлығын айтатын боламын. КБС жылы 4 жыл сайын бір айналып келетін, басқа жылдарда 365 күн болса, бұнда 366 күн бар. КБС жылының пайда болуы ежелгі Мысырдан бастау алған. Осы елдің ғалымы Сотис сонау жылдардың өзінде сүмбіле ең жарық жұлдызын біраз уақыт зерттеген. Оның таңертеңгілік оңтүстік көкжиектен көрінуінен бастап, әр жылдың 365 күннен тұратынын анықтаған. Ал Сотистің сүмбіле жұлдызын зерттеуі көктем кезінде ағыл-тегіл таситын Ніл өзені суының шаруалардың үлкен еңбекпен еккен егістік алқаптарын шайып кетуіне байланысты болды. Осылайша жұлдыздардың жай-күйін терең зерттеген египеттік ғалымдар күндерді жаңылмай санай отырып, халыққа сүмбілердің туатын мезгілін дер кезінде ескертіп жүрді. Осындай санақтың нәтижесінде өзіміз бүгінгі күні қолданылып жүрген күнтізбе пайда болды. Сөйтіп ғалымдар күн мен түннің теңелу уақытының арасын жыл деп атады. Жылдың 4 мезгілін аңғарып, бір жылды жылдың мезгілдеріне сәйкес 4-ке бөлді. Бұған қоса, ғалымдар өздерінің зерттеуінде әр 3 жылдың 365 күнге аяқталып, ал әрбір 4-ші жылдың күн саны алдағы 3 жылда бір күннің артық қалуы салдарынан 366 күнге толатынын дәлме-дәл есептеп шығарды. Міне, осыдан келіп славяндар високосный, ал мұсылман елдері КБС жыл деп атайтын жыл пайда болды. Халық арасында КБС високос жылы туралы теріс пікірлер бар. Тіпті қазірде осы жылдан үрейленіп сақтанатындар табылады. Кейбірі КБС жылында апат көп болады деп айтып жатады. Қазақстан тәуелсіз ел болғалы КБС жылдары қандай оқиғалар болды? 1992 жылы Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымына мүше болды. Алтын өндірілді. Бөбек қоры құрылды. 4 маусымда тәуелсіз Қазақстан елтаңбасы, туы және әнұраны алғаш рет бекітілді. 1996 жылы Қазақстан ядролық сынақтарға тегіс тыйым салу келісім шартына қол қойды. 3 сәуірде Қазақстандағы қазақ ұлтының азаматтары құжатқа тарихи дәстүрге сәйкес өз әкесінің аты жөнін ата-бабасының атымен жаздыруға мүмкіндік алды. Қазақстандық спортшылар 3 алтын, 4 күміс, 5 қола медальге қол жеткізген. 2000 жылы 29 маусымда Семей ядролық сынақ полигоны бір жола жабылды. Бұл жыл мәдениетті қолдау жылы деп аталды. Осы жылы Қазақстан спорты үшін жұлдызды жыл болды. 199 ел қатысқан айтулы доданың 22 орнына көтерілген ел құрамасының сапында Саттарханов, Ибраимов, Шишигина, Жұмаділов, Дәлдібеков, Винокуров, Байрамуков секілді сайыпқырандар алтын күміс медаль алып, тарихта атын алтын әріппен жазып қалдырды. 2004 жылы Астанада Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің музейі ашылды. Бұл жылы Олимпиадада 1 алтын, 4 күміс және 3 қола медальге қол жеткіздік. 2008 жылы Олимпиадада 2 алтын, 4 күміс, 7 қола медаль алдық. Қазақстанға этникалық отандастарымыздың көшіп келу квотасы туралы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы шықты. 2012 жылы Қазақстанда Арқан Керген шекарасы постында қырғын болды. Сонымен қатар осы жылы жас қазақ мамандар Абайдың қара сөздерін қалта телефондарына арналған қосымша бағдарлама етіп шығарды. 2016 жылы Алаш Көсемі, қоғам және мемлекет қайраткері, журналист, ғалым, халқымыздың ардақты ұлы Әлихан Бөкейханның 150 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтті. Осы жылы жер реформасына байланысты дау туындады. 2020 жылы Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толды. Әлемде коронавирус тарап, карантин режимі енгізілді. КБС жылы жаңа іс бастамайды, отбасы құрмайды деген секілді ырымдар көп. КБС жылы ауыр жыл деушілер де көп. Дегенмен, күннің артық болуында тұрған ештеңе жоқ шығар. Тәуелсіз Қазақстан тарихында ең ірі қақтығыс қаңтар оқиғасы КБС жылы орын алмады ғой. Оқыс оқиға кез келген уақытта болуы мүмкін.